Сакок KZ. Бүгін біз дейтін Майнкрафт ойнайтын боламыз. Бұл рубрикада біз не істейміз? Біз бұл рубрикада көбінесе қала салатын боламыз. Ал енді бастайық. Ең бірінші мен қазір салғым келіп тұрғаны ол қонақ үй. Оған мынандай блоктар қажет болады. Блоктарды алайық. Егер де осындай рубрикалардың жалғасы шықтың десеңіздер, осы видеоға 2 лайк жинайық. Ал енді қала салуымызды бастайық. Бұл қонақ үй болады бізде. Бірінші ішіндегі заттарын алып алайық. Заттарды алып болдық. Енді бастайық қонақ үйді. Қазір мен кішкене соғып болған соң келетін боламын. Ал достар, үйіміздің полында аяқтауға сәл қалды. Енді бірінші этажда бізде не болады? Ең бірінші бізде кіреберісте меню болады. Осы жақта қонақ үйға кіруге болады. Бөлмелерді арендовать етеді. Ал енді достар, кешіріңіздер, мен ауырып жүрмін. Енді мен бірінші этажда болған соң келетін боламын. Так, достар, екінші этажымызды бітіруге де аз қалды. Енді тек стенасын көтеру ғана қалды. Мына жерге осындай есіктерді қояйық. Мұнда үлкен терезе болады. Ал енді мына жерге менде жақсы идея бар. Сосын егер де сіз білмесеңіз, бір жермада осындай табличкалар қосқан болатын. Енді осыған жеп қонақ үйде жазып қойық. Жақсы, менше мен қазір толықтай бірінші қабатымызды бітірген соң оралатын боламын. Достар, біз бірінші этажымызды аяқтадық, енді ішін жасау қалды. Енді ішін жасап көрейік. Осындай житель тұрады, ол бізге билеттерді береді. Мына свет артық. Оны біз мұнда қойық. Мына жерге мен, достар, лифт жасаған келіп тұр. Так. Мынау. Ал лифтіміз бастақ. Мен лифтті мынау блоктан жасаған келіп тұр. Атын білмеймін, кешіріңіздер. Жақсы лифт жағатын сияқты бұл блоктан. Екіншісіне де дәл осылай. Ой. Осындай әдемі лифт шығады бұл блоктан. Достар, арнаға тіркеліп жазылып отырыңыздар. Егер де маған 30 подписчик жиналса, осы каналға бірінші блогымды түсіремін. Достар, және де осы видеоға 2 лайк жиналса ғана осы
3 қабат қылып саламын, онда болған соң сіздерге көрсетемін. Қонақ үйдің мен 3-ші этажын мен 2-ші серияда бітіретін болдым. Бүгінгі серияда бітіре алмадым. Ал енді 2-ші серия 2 лайктан кейін шығады. Сау болыңыздар.